дәулет деген ұғыңдар. Кеше барда, бүгін жоқ. Тілің барда, күнің бар. Тіл болмаса, түгің жоқ дейді. Бұдан арты не керек мінекей? Бауырым деді, қазақта елге ел қосылса құт деген деді. Мына елге құт қоныпты деді. Айтқандай ауызды бал азамат қой. Бүгінгі таңда сол Асар Мөлтек ауданында 25 мың халық тұрады. Біздің институтта бір жақсы бір дәстүр пайда болды. Жыл сайын бүкіл ұжым 100 адам тағы да қосымша қонақтар қосылады. Өмекеңнің үйіне барамыз. Театрландырған қойылым жасайды жастар, ән күй айтылады таңертеңнен кешке дейін. Және ең кереметі адам бәрі сыйып кетеді. Тіл мен ғылым менің өмірімнің мәні, мазмұны, мағынасы. Әрбір адамға қасиетті бір үш ұғым бар. Оның бірінші жер, екінші ел, үшінші тіл. Осы үш ұғым, осы үш тіректен ешкімде ұлы емес, ешкімде жоғары емес. Осыған біз барлық азаматтар соған қызмет жасауымыз керек. Бәріміз де одан күшіміз деген. Сондықтан да жердің қасиеті, елдің қасиеті деген үлкен нәрсе. Адамды тәрбиелейтін жер, сол өмірді өсіп шыққан жерің, өсіп шыққан ортаң елің, және сол ел жерде өмір сүріп жатқан сенің көркеюіңі, рухани жан дүниеңді өсіретін тілің. Бұл бүкіл саналы ғұмырын ғылымға арнаған, тіл мен ғылымды өмірінің мәні деп білген белгілі ғалым Өмірзақ Айтбайұлының ұлт ұланына аманат еткен басты ұлағаты. Армысыз көрермен, Алматы телеарнасының эфирінде Сәуле ғұмыр бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыз еліміздің аяулы перзенттерінің бірі академик Өмірзақ Айтбайұлына арналады. Өмірзақ ағамыздың өмірінің сәулелі сәттерін туралы естеліктер айту үшін бүгін студияға ағаның көзі тірісінде жақсы араласқан әріптестері, бауырлары және туыстары келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіздер. Аға буын ғалымдарға біз жас ұрпақтың көзімен қарасақ, біз тұтастай бір алыптардың шоғырын көреміз. Иә? Ол кісілерді біз корифейлер деп есептейміз. Жалпы осындай мықты ғалымдарды, Өмірзақ ағамыз сияқты ғалымдардың көшін, шоғырын уақыт тудыра ма? Бұл қалай түсіндірер едіңіз? Әңгімені осыдан бастайықшы. Мен қазір осы ұлттық ғылым академиясының академиктердің өмір баянын былай жақсы білемін. Сонда олардың 80% қаланың мектебін емес, алыс ауылдағы мектеп бітіргендер. Енді ол кезде ауыл мектебінде нағыз педагог мұғалімдер болды. Мүмкін олардың білімі мына қала мектептеріндегі мұғалімдердей терең болмаған шығар. Бірақ сол өзінің мамандығын сүю, сол тәрбие жұмысын сүю керемет болды оларда. Сондықтан біз оларды сыйлап өстік, талпындық. Мына шығарған оқулықтың мұқабасының о бетінен бұ бетіне дейін жаттап жүрдік. Сондықтан ауыл мектептерінде осы талпыныстың, жақсы тәрбиенің арқасында білім төмен болған жоқ. Өйткені көптеген ғалымдар Москва, Ленинград, Новосибирск сондай қалаларда үлкен конкурстан өтіп, аспирантураға түсіп, одан сол диссертацияны сол жақта қорғап, өзінің білімін сол Ресейдің үлкен қалалардың, Москва, Ленинград сияқты солардың мектебін бітірген түлектермен жарыса отырып, солардан озып, өздерінің білімдерін дәлелдеді. Өмірзақ ағамен жақсы араластыңыз. Екеуіңіз ғылымның екі түрлі саласында болғанмен, әңгімелеріңіз жақсы жарасты. Ағамыз енді ғалым ретінде қандай армандары болды? Өмекең енді мына тіл мәселесіне келгенде жетекші маңдайалды ғалымыз болды. Көптеген халықаралық конференцияларда академик Қайдаров екеуі қазақтың тілін жоғары деңгейге көтерді. Жалпы түрк әліппесін
құру мақсат тұрды бір кездерде. Сол кезде қазақтың ә деген әрпін енгізді сол әліппеге. Осыны жалпы түрік әлемінің мүддесін қорғаған үшін, түрік бірлігін мақсат қылып қойған үшін Түркияның президенті Демирел Абдували Хайдарға, Өмірзақ Айтбайға, екі академикке мемлекеттің үлкен сыйлығын берді. Осының бәрі Өмекеңнің осы армандаған тілді көтеру, қазақтың тілін өз орнына, өз деңгейіне жеткізудегі үлкен табысы. Рахмет аға. Жалпы Сәуле ғұмыр бағдарламасында біз кейіпкерлеріміздің халыққа сіңірген еңбектері, ол кісілердің тұлғалық рөлдерімен қоса адам ретінде қандай болды, қандай бала болды, мінезі қандай еді, арманына жете алды ма, осы жағынан біз ол кісілердің адами бір қырлары ашылса екен деп ойлаймыз. Алтыншаш апайымыз бар, ағамыздың туған бауыры, белгілі журналист Әбдірайым ағамыз отыр, және ағаның әріптесі отыр, Әлімхан ағамыз отыр. Мен о кісіні 1900 жасымды біліп қоясыздар ау, 65-ші жылдан бері білем. Себебі Титти, мына Әлшер деген менің балам 4,5 айында, мынау Ләзиза 10 айлығында ауруханаға түсіп, Ләзинаның мамасы Үміт күнде кешке келеді, күндіз маған тапсырып кетеді. Мен екі баланы құшақтап, сөйтіп уататын. Сол кезде Өмекеңді кешке келетін. Үміт аналары, Ләзизаның анасы, бір керемет сұлу адам еді. Сұлу, керемет іскер, адал жары еді. Дастарханы керемет болатын. Содан өмір бақи міне дүниеден озғанша дейін Өмекеңмен біз сыйласып өттік. Әрқашан бұл кісінің бір кереметі сері екенін ұмытпайық. Сері? Сері, қазақтың бір жаны, Ақаны, Естайы, Мәдиі сияқты үлкен серілер. Совет дәуірінде серілер болған шығар, бірақ мен білетін сері мысалы Ғабит Мүсірепов. Сол сияқты тұлғалардың бірі. Сондықтан бұл кісінің домбыра ұстауы, күй тартатыны, енді Төлеген Момбеков бар, Асқаров генерал, сол кісілердің мектебі шертпе күйлерді керемет бұл кісі тартатын. Ал енді жайдан жай емес Біржанның әндерін. Дауыс деген бұл кісіде ерекше тональность болды. Жай ғана әйтеуір дауысы бар, осы екінің бірінде дауысы бар қазақтың. Бірақ бұл кісіде бір қайталанбайтын бір интонациясы болды. Шыннан да Ағалай Макейсі көліға әлгі кіріспесінде бұл кісінің Теміртас, Біржанның Теміртасты бәріміз айтатынымыз сол кезде. Осы Өмекеңнен естіп алып, керемет трагический екенін білеміз ғой енді. Сондықтан бұл кісі бір жағынан сері, тұлғағандай, бойғандай, ойғандай, оның үстіне тегі керемет қой енді. Алла тағала бұл кісінің бойына талай қасиеттер берген. Бұл кісінің екі анасында білеміз, екі анасы болған. Екі анасында өзіміз үйге шақырып дәм бергенбіз. Талай қызық күндеріміз өтіп кетіпті. Қазір соның бәрін аңсаймыз. Иә, Алтыншаш апай, сіз шынында да дұрыс айтып отырсыз, жан жақтылығын. Бізде дәл сіз айтып отырған Теміртас әнін ағаның өз орындауында видеосын көріп алсақ, әңгімемізді содан кейін жалғастырамыз. Өтеріңді ойын біліп едім,
алтын benim Janidim Esik alday yıllaylandı Aygınma Kirey kılma Kudaylanday demirdaş Kalmay Kirpi düşkenden ölendi Ölüyor Öteyindi Şuraylandı Ғарифолла Құрманғалиев, Жүсіпбек Елебеков сияқты дәстүрлі өнер падишаларының өзі кезінде осы кісінің дауысына тәнті болып таңғалған екен. Әбдірайым аға, енді балалық шағына ойыссақ деп отырмыз. Ағамыз бала кезінен осындай ән айтатын беді? Оңтүстік жақта ағаларын тәте деп сөйлейді. Өмір жақ тәте деп кеткенбіз кішкентай кезіміздеміз. Әр о кісілердің келгендері жазғы күні мектеп каникулға шыққан кезде о кісілердің келгендері біз үшін үлкен мейрам, ауылда асыр, той, ойнап, күйлеп жүрген кезде қуанышымыз содан келіп кеткенше басылмайтын. Тәтеміз келген кезде өздеріңіз білесіздер, ол кісінің домбыраны, кейбір кезде анандай мандолин дейтін инструмент бар ғой мындай. Иә. Үйге киіз жай беріп шалқасын жатып қойып, мандолинмен ойнағандарын көрсеңіз ғой. Бірақ шаршағанда емес, қолы талғанда ма екен, былай қойып қояды да домбыраны алып, домбырамен. Бәріміз балаларымыз домбыраның құлағына бейіп, бір тісімен тістеп отқан кезде бір әдемі әсер аласың ғой домбыраны. Біз тістетіп қояды, тістетіп емес, өзім мен сол тістегенін жақсы көремін домбыраның шетінен. Тістеп отырып, ойнап отқан кезде домбыра күй тартып отырған кезде тістеп отырамын. Домбыраның шектің ыңылынан да миыңа дейін келді, денеңе бүкіл ненің бар күйдің жаңағы нелері әсер етеді. Қолдау деген қимай тісіңе жібересің жаңағы. Барып, балалық шағының қандай болған, отырар төбенің қандай болған, әкеміз сол Арыстанбапта жатыр ғой біздің, Арыстанбаптың әкеміз. Әкеміздің басын алып барып қыдыртып қайтатын, арыстың жағасын алып барады. О, арыстың мына жағында менің естуімше қазір неге қалай Махаббат аралы дейтін бір арал бар. Сонда арыстың жайылма су, соған бүкіл қонақтардың бәрін ертіп алып апарды. Кішкентай дастархан жасап қойса, дастархан жасайды. Ауылдан келгендерін көрсең, барлық ауылдың адамдардың барлығы ағамызды алып кетіп, өзіміз жанына жақындай алмай қаламыз. Бұрыш-бұрышта қалып кетеміз, ана жақта бір төбе, мына жақта бір төбе, бәрі өздері құрметтеп жатады. Сол қуаныштың бәрін көріп, ағамыз отырамыз. Шынында да балалық шақтың естеліктері қандай тәтті, иә? Әлімхан аға, сіз Өмірзақ ағамен бір сыныпта оқыдыңыз. Ол кезде класс дейтінбіз, класстасыздар. Өмекеңді менен көп білетін адам жоқ. Әбдірайды білмейді ол. Солай ма аға? Кейін біледі. Өмекең менен сәл бір жыл ма, 2 жыл ма үлкенде оқы. Жоғары, бір 2 сынып жоғары оқыды. Бірақ бір мектепте жүрдік енді. Мына Өмекең десе, өзі ән еске түседі ғой. Сондықтан анау мектепте көркемөнерпаздар үйірмесі деген болады. Солар концерт қояды. Бәріміз жиналамыз. Балалар біз алдында топырақтың үстінде отырамыз малдас құрып. Үлкен кісілер арт жақта түрегеп тұрады. Орындық та жоқ, ешнәрсе жоқ. Өмекең шығады өлең айтуға. Үстінде ақ көйлек, қызыл галстук шығып өлең айтып келеді. О кезде саясат қой бәрі. Иә. Қызыл әскер мен болам деп омырауын қойып кеп қалады. Мына отырған біз у-шу ана жердің шаңын аспанға шығарамыз шулап. Біз екеуміз университетте қатар оқыдық, бізден сәл бұрын оқыды. Академияда 40 жыл бірге болдық. Бір институтта кәдімгі көршілес 2 бөлмеде 40 жыл одан да асып кетті деймін қазір. Бірге болдық. Сондықтан біздің жұбымыз жазылған жоқ. Әлеке дейтін, біз қарғалының қос қарлығашымыз дегенді жиі айтатын осыны. Осындай отырыста жиналған жердің бәрінде біз осындай қос қарлығашымыз деп осы қайта-қайта осыны айтып отыратын. Енді жаңағы әңгіменің жалғасы болсын, енді Павлодарға үлкен бір жиналысқа бардық. Ерден бар, Ғарифолла бар, бәріміз
Павлодарға барғасын Баянауылды көрсетеді ғой. Қаладан шыға жұрттың бәрі Баянауылды айтуға көшті. Біреу айтады, екіншісі айтады, үшіншісі айтады. Сосын арасында бір сол облыс деңгейінде белгілі бір әртісі бар екен. Ол өзінше жаңағы айтып, оймай өмекең не істер екен деп отырмыз біз. Бір уақытта өмекең алды да Баянауылдыға басты кәдімгі. Жаңа мына қарындасымыз дұрыс айтып отыр. Өмекеңнің даусының әуезі, тембрі ешкімде жоқ. Және өте жайлы сондай. Содан жаңағы жаңағы әншілеріміздің бәрі жым-жырт болып қалды. Анау әртіске обал болды. Сөйтіп, ұзын сөздің қысқасы, сол Қарғалының екі қарлығашымыз деуші еді. Бір қарлығаш кетті. Жақында ғана шәуілдірге барып айтып, басына барып, дұға бағыштап, жалғыз қалып отырмын, былайша айтқанда. Сіздер сол кезде хат жаздыңыздар ғой, дәстүр сондай еді ғой. Сонда хатты өлеңмен жазатын беңіздер. Бізде ондай, өмекеңде ондай өнер болды. Сізде ше? Менде болған жоқ. Мен ауызша айтатынмын. Рахмет Әлімхан аға. Ғарифолла аға, сіздің ойыңызға қандай естеліктер түсіп отыр? Мына суреттерге қарап қазір ойланып отырсыз. Енді жаңа қандай арман бар деп айтып жатсыз ғой. Бүкіл қазақ зиялыларының, қазақ оқығандарының, жалпы қазақтың арманы енді ең бірінші тәуелсіздік болды ғой. Сол тәуелсіздіктің ең алғашқы күресі тілден басталды. Біз осы отырған адамдар, Өмекең, марқұм Әбекеңдер, Әбдуәли Қайдардың, біздің ең үлкен бір бақытымыз сол тәуелсіздіктің тіл үшін күрестің басқасында жүрдік деп айтуға болады. Мына әсіресе ғылым академиясы, тіл білім институты бұл тіл күресінің штабы сияқты болды. Өмекең бұл жерде шын мәнінде күрескерлігін көрсетті. Халықтың саны анау тыңайған кездерде 29%-ға түсіп қалдық қой. Ал енді жаңа 1987 жыл біз 40% болатынбыз. Қазақтың саны Қазақстан. Ол 40%-ның қаншамасы қазақ тілін білмейтін еді мысалы. Жаңа қалалықтар әсіресе. Сондай жағдайда Әбекең қасқайып тұрып, жалғыз тіл болу керек, мемлекеттік тіл болу керек деген кезде, оның қасында Өмекең болды. Басқа да жаңағы жастар болды. Ана тіл деген газетті білесіздер. Мен сол өзім бірінші күннен бастап сонда жұмыс істедім. Сол ана тіл газетін жоғары жақ шатысып, журнал қылып ашып берген бізге. Сонда Өмекең қайта жүгіріп жүріп, Өзбек Жәнібеков ағамыз бар. Бүкіл жаңағы орталық ЦК дейміз ғой енді, орталық комитетті аяғына тік тұрғызып, ана тіл газетін ашты. Сосын ана тіл газетіне кадр тағайындауда, оның бағытын бағыттауда, бәрінде Өмекең журналист қой, алдында Егеменді Қазақстанда бірнеше жыл жұмыс істеп, онан жаңағы ғылымға келген. Сол газеттің аяғынан тұрып кетуіне біз 10 мың данамен бастап, 6 айдан кейін 107 мың данамен шықтық. Ондай қазақта газет болмаған. Бүкіл облыстарлар, тілді мемлекетінде қазақ тілі қоғамы құрылған кезде. Оның сыртында Эстонияға барды, Америкаға дейін барды. Бүкіл Мәскеуге барды. Барлық жерде қазақ тілі қоғамдарын құрып, халықаралық дәрежеге жеткізіп, мысалы аяғынан тік тұрғызған таза Өмекеңнің еңбегі деп айта аламыз. Рахмет аға. Біздің арамызда белгілі сатирик Көпен ағамыз отыр. Көпен аға, бәріміз бағанадан бері естіп отырмыз, Өмірзақ ағаның табанды мінезі, күрескер деп отырмыз. Сіз ағаның туғысысыз. Жақсы араластыңыз, аға іні болып өте жақсы араластыңыз. Өмекеңнен таяқ жеген талай. Солай ма? 1967 жылы мектепті бітіріп, содан Өмірзақ көкемнің Имансары деген ағасы болды. Сол хат жазып берді. Шырағым Өмірзақ, мынау сенің інің болады, оқуға түсуге қол ұшын бер деді. Астына Имансары деп жазып берді. Сонда мен Алматыға келіп, бұл кісінің Мечникова 55 6-шы пәтердегі үйіне іздеп тауып барғанда кімді көрдім? Әбді Тұрсынбаев, 2 метр бойы бар. Іле Жақанов, үшеуі отыр екен. Сонда айтым, қатты бердім, боқа түсейін деп едім. Сонда өмір ұмытпаймын. Шапалақ жет дегенді айтайын деп тұрмын. Сен деді, жүріп келе жатып құласаң не істейсің деді. Мен түрегелем дедім. Тағы құласаң не істейсің? Түрегелем. Міне деді. Сен өзің құладың, ал сен ешкім орнынан тұрғызбайды. Өзің құлағаннан кейін өзің тұруың керек. Сонда құламауға тырыс деді.
бірінші шапалақ. Маған жәрдем берген жоқ. Сөйтіп, мен сол жылы оқудан құладым, екінші рет тағы құладым, үшінші рет тұрып оққа түстім. Міне шапалақ деген осы көке. Рас па? Сонда қазір ойлап қарасам, Жарықтық Өмірзақ көке менің 31 жаста екен ғой. 31 жастың өзінде біздің отырарда кімсің? Өмірзақ Айтбаев ғылым академиясында істейді. Ой, айтқаның бәрі жүреді. Өте абыройлы кісі деген біздің ұғым қалыптастырған. Атаның қаны, ананың сүті деген қазақта қасиетті сөз бар ғой. Иә. Тектілік Сондықтан бұл деп кісінің жатамыз. әкесі Айтбай, азан шақырып қойған аты Айтмұхаммед. Ол үлкен ислам ілімін толық меңгерген. Мектепте, медреседе сабақ берген. Үлкен поэмалар, дастандар жазған ақын. Ақындар айтысына қатысқан. халық ақыны ол. Халық ақыны болған. Мінекей, содан туған біздің өмекең. Мынау бір оқиғаны айтып кетейін. Иә. Созақ көтерілісі болады 1929 жылы, атақты. Содан жазықсыз жапа шектіріп бәрін қамап асыпқаннан кейін Шәмші Қалдаяқовтың әкесі 29 жылы Ауғанстанға қарай көшеді. Өзбекстан арқылы. Сонда біздің шәуілдірмен кетіп бара жатқанда, қайда барасыңдар? Ойбай, Созақтан қырғын болды. Көтеріліс, бәріміз қашып жатырмыз. Ауғанстан кетіп бара жатырмын. Сонда сол Шәмшінің әкесін шешесі Сақып Жамал екеуін шәуілдірге алып қалған өмекеңнің әкесі Айтекең. Міне сондай тарих бар ма? Мұрекеңдер біле жақсы біледі. Бұл 29 жылы. Ал 1930 жылы 15 тамыз күні Шәмші Қалдаяқов шәуілдірде отырарда дүниеге келеді. Егер де Өмірзақ көкеміздің әкесі Айтекең алып қалмағанда, онда мынау Шәмші Қалдаяқов бізге болар ма еді, болмас па еді? Біздің республиканың әнұранын кім жазар еді деген ой келіп тұр маған мысалы. Рас аға, рас. Расында ғой енді. Рас, Міне иә. тектілік осыдан шығып жатыр өмекеңнің. Бар байлықты ол жасырып ұстаған адам. Байлығын бойына жасырған. Ол байлығы не? Ақындығы. Жаңа Алтыншаш апайым айтып жатыр ғой. Ойбай, бұл ақын болды, сері болды деп. Бұл кісі соның ана тілдің әнұранын жазған. Не дейді? Ана тіл, ана сүтім, арым менің, баяным, бағдәулетім, барым менің деп басталатын. Білесіз ғой? Гимн ол. Ана тіл гимн болды бұл. Соны тыңдаған Томбай Молдағалиев айтты. Өмеке, сізді ақындық күшті екен, мен одан байқап отырмын. Сіз жинап беріңіз, мен алғы сөз жазайын деген. Жоқ, қашқан. Бірақ Томбай ағамыз сол кімге Өмірзақ көкеме арна бір шығарған өлеңдері бар, 5-6 шумақ. Соның бір шумағын былай дейді. Бастап ылғи жүр сені, батыр сенім, аларыңды алып кет, ақын серім. Елік болып сырт көзге көрінгенмен, бір жол бар ішіңде жатыр сенің дейді. Не деген сұмдығы? Міне, ақынның көзімен қарағанда Өмірзақ Айтбай көкемнің портретін осы негізінде айтқанда. Ал енді ол кісінің ылғи да айтады, дәулет деген ұғыңдар, кеше барда бүгін жоқ. Тілің барда күнің бар, тіл болмаса түгің жоқ дейді. Бұдан артық не керек мінекей? 1975 жылы Мәлік Ғабдуллин 6 жасқа келді. Сөйтіп мына үлкен Абай атындағы педагогика институтында өзі ректор басқарған. Сонда осы алпысшыны тойлағанда сол жерде жаңағы кімдер атақты Жүсіпбек Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиев, Өзбекәлі Жәнібек бәрі қатысып құттықтап отырады ғой. Сонда бұл кісі екі өлең айтыпты. Өмекең. Жүсіпбек Елебеков кеп бұнда әншіні енді көрмеген ғой. Ғалым болып жүрген. Қайда істейсің деп ғылым академиясында. Қанша айлық аласың? 250 сом. Мен саған 300 сом берем, бізге кел депті. Сонда ол айлыққа байлықпай қызықпаған Өмекең мінекей ғылымда сол ұстап қалды ғой. Рахмет аға. Белгілі журналист Сүлеймен ағамыз бүгін арамызда. Сүлеймен аға, сіз студент кезден бері араластыңыз. Адам ғұмырына арналғаннан кейін мен айтар едім, Өмекеңа Құдай тұлға берген, бой берген, ой берген, сана берген, сәлиқалы сөз берген адам.
текті тұлға екенін көпекең айтты. Сөз ұстаған адам. Бұл кісі жаңа көпекең айтып отыр ғой, журналист деп. Журналистикадан бастаған өмірін, бірақ ғылымға барған. Ғылымға барғанда лауазымды қызметке бармаған, өмірін арнаған. Кешегі Жұбановтардан басталған ғылымды дамытқан. Содан кейін өнерді терең меңгерген. Қазақта бар 8 қырыл, 1 сырыл дейді. Мен әдейі Өмеғаңның қырларын санасам, 10-ға жеткіздім. Санай берсем, одан асып кететін түрі бар. Өмеғаңның бір кереметтігі барады. Асықпай сөйлейтін, астарлы сөздің сұмдық шебері болатын. Оны асықпайтын себебі бұл кісінің ылғи қайталанатын бір сөз есіме түсіп отыр. Асығып асышсың, түйілесің. Асығып сөйлесең, күйінесің дейді. Бұл бойына ұстаған, көрдіңіз ба? Өмеғаң ұлт ұрпағына қызмет еткен адам. Ол қалай дейсіздер ғой? Біз мынау шетелде жүрген қандастарымыздың балаларын 20 жыл болды шақырып өткізіп жатырмыз. Соның қазылар алқасының төрағасы болды. Қай жаққа барсаң, төраға Өмеғаң барады. Өмеғаң барған жерде бүкіл облыс тік тұрады. Шетелден келген жүздеген бала Өмеғаңның соңынан жүгіріп жүретін. Өйткені Өмеғаң сол шетелден келген бір бала үшін министрге дейін баратын, президентке дейін шығатын, үкіметке дейін баратын. Сөйтіп, сол Өмеғаңның арқасында Қазақстанда қазір мыңдаған бала Қазақстанда қызмет етіп жүр. Ұлттық демографияға үлес қосып. Сүлеймен аға, осы мәселе туралы ағамыздың өзінің айтқаны бар екен, қазір экранға назар аударып, соны тыңдап алсақ. Оралман деп атаудың өзі дұрыс емес. Олар оралман емес, өзіміздің отандастарымыз, біздің бауырларымыз келген. Олардың өзінің миллиондаған келді де біздің қазақтың демографиялық сапасын көтеріп жүр. Үлкен табыс. Жаңағы төрткүл дүниедегі 40 мемлекеттегі шашылып жатқан қазақтың балалары көзі жәудіреп келіп тұрған кезде Өмеғаң сақанадан сөйлейтін. Сондағы сөзі: менің құлындарым, менің боталарым, менің балапандарым дейтін. Сол көзде әлгі балаларды бастап келген ата-аналар көзінен жас тамшылап отырады. Өткен жылы жаңағы шетелдегі қандастардың балаларының олимпиадасы Атырауда өтті. Сонда Ираннан 11 бала келді. 11 бала келіп, бір бала Өмірзаға қайда деді. Өмірзаға ауырып қалған, келмей қалды дедік. Сонда мен егер осы Иранға жіберсеңіздер, келесі жылы мен келе алмаймын, әскерге алып кетеді. Өмірзаға сәлем айтыңыздар деді. Мен Атыраудан Алматыға келіп Өмірзаға бәйдесі жатыр екен, барып айттым. Сонда Өмеғаң: сен маған бір өкініш айттың ау деп. Мен неге сол Атырауға барып, сол баланы алып қалмадым? Кейін өз денсаулығы болмай жүрген кезде де қайта звондап жүрді. Сол бала не болды екен, білдің ба деп. Мен айтам, білгенде сол бойдан алып кетті. Мінекей, ұлтқа қызмет ету мінезден, ол жалпы ұлт емес, ұлттың шетелдегі бір баласына жан ашу деген. Ол кез келген адамның қолынан келмейді. Шында да дұрыс айтып отырсыз, ағамыздың қайраткерлігінің бір қыры шетте жүрген бауырларымызды елге әкелуінде еді. Ағамыздың сондай бір шапағатын көрген жандардың бірі Ибадуллаға, сіз осы мәселеде бірге жұмыс істедіңіздер. Иә? Ол қай жыл еді? 2007 жылы болу керек. 2007 жылдың күз айлары болу керек. Біз сонда 2800 отбасы болып бірігіп, қазақ неге жетіссе ынтымақтың арқасында, бірліктің арқасында жеткен, сондай ұранменен Шымкент қаласына біз көштің басын бұрдық. Бұл кісіні мен ол жерде кездестірем деп ойлаған жоқпын. Қалай болды кездесу? Кездесу сол жағы 324 гектар жерде 3000 адамменен сол жерде бір вагон тігіп, жерде асарлатып үй соғып жатырмыз. Асарлатып, күндіз-түні сонда топыраққа белшеден батқанымыз бір вагоншығымыз бар. Бір кезде бір алып тұлғалы азамат, енді мен
өмірзақ ағам келеді деп ойлаған жоқпын. Сол келіп түскенде ғана таныдым мәшеден. Түсіп телевизордан көріпсіз ғой бұрын. алдын телевизордан көріп, енді ол кісіні білмейтін қазақ жоқ қой. Қазақпын деген адамның барлығы мақтан ететін кісі ғой бұл кісі. Сонда келіп ассалаумағалейкум деп бірінші өзі елмен амандасып, сәлем беріп, мен Өмірзақ Айтбаевпын деп біз айттық, ол бәріміз танып тұрмыз аға сізді. Сонда ол кісінің айтқан сөзі бауырым деді бірден. Бауырым деді, қазақта елге ел қосылса құт деген деді. Мына елге құт қоныпты деді. Құдай қаласа мына жер бір құтты мекен болады екен деді. Мыйдай дала ол кезде. Айтқандай ауыз дуалы азамат қой. Бүгінгі таңда сол Асар Мөлтек ауданында 25 мың халық тұрады. Ол кісіні білмейтін адам жоқ. 25 мың халық бүгін бақытты өмір сүріп жатыр. Ағаға әр кездескенімде, аға мына 2 үлкен мектеп жұмыс істеп жатыр. Солар міне облыста бірінші орын алды. Қатарынан 3 жылдан бері бірінші орында келеді біздің мектептер. Ең үлгілі мектеп. Осынша бала алтын медалменен бітірді деп әрбір қуанышты айтамын ғой. Ол кісінің көзіндегі қуанышты көрсеңіз, балаша қуанатындығы ғой. Жаңағы шынайылық жүзіндегі балаша қуану. Бір өзінің басына түскен қиындықты соған көңіл айтуға барсаңыз, өзінің мұңын айтпайды ғой. Өзінің басындағы мұңды айтпайды, ұлттың мұңын айтады, қазақтың мұңын айтады. Қазақтың қиындығына өзінің қиындығындай қиналатын бір ерекше бір қасиеті бар еді. Осы кісідегі қасиетті көп армандаймын да, соны бір әрбір қазақтың бойынан көрсем деймін. Нағыз зиялы адам осындай болу керек қой. Біздің арамызда ағамыздың шәкірті Ерден аға отыр. Ерден аға, енді басқа қонақтар ағаның жан-жақты қырын айтып жатыр. Қандай әріптес болды, қандай дос, туыс аға болды, ал қандай ұстаз болды сізге? Өмекең басқа көптеген ғалымдарға, адамдарға ұқсамайтын қасиеттері бар еді. Өмекеңнің бір ерекшелігі, Өмекең өте өресі биік, өте бір тік, өте бір сондай бір тек үлкен мәселелермен, тек қана ұлттық мүдде, тек қана халықтық мәселе, тек қана сондай бір өте бір өресі биік, өте ірі мәселелермен үнемі ауырып жүретін. Өмекең бір кереметтей бір ерекшелік сол. Сосын жаңа айтып отыр, ешкімнің ала жібін аттамағандығы ғой Өмекеңнің. Осыны бір ашық айтуымыз керек. Және тағы бір ерекшелік кеңдігі. Өмекең өте кең, Өмекең кейде ауырып қалған, сырқаттанып қалған біз естісек, біз әдейі мына Ғарифолла әлекеңдер үйіне бара саламыз. Не бір қонақта апарамыз. Бірден ауру ұмытып кетеді. Ауруын ұмытады, бірден тұрады, қолына домбыраны алады, әдемі сөз сөйлейді, тынығып, айығып кетеді. Бір ғана бір мысалды айтайын, біз мына Өмекеңнің үйі әрдайым ашық, әрдайым енді кез келген адам үйіне барса бір өзін патша сезінеді. Сондай бір Өмекеңнің қасиеті бар. Бір үлкен бір тойдан болу керек. Мына әлекеңдер, Ғарифоллар домалап әдеттегідей кеше жақын Өмекеңнің үйіне бардық. Сөйтіп жақсы отырғанда Өмекең айналайындар, мен мына институттан бір әріптестерімді, бір 10 шақты адамды мүмкін бір қонаққа шақырайын деген ойым бар еді. Деген өзінің оймен бөлісті. Сонда біз Әлімхан ағамен ойнап үйренгенбіз. Мен де Өмекең енді шақырсаңыз дұрыстап шақырмайсыз ба деп сөйлеп қалдым. Өмекең біраз үндемей отырды. Ерде мына дұрыстап шақыру деген ол қандай мағынада айтып отырсыз? Мен сіз сияқты тау тұлға институт шақырса, тұтас институт шақырмайсыз ба? Февраль айында болған, соның аяғында. Алдан наурыз. Сонда Өмекең біраз отырды, институтта қанша адам бар деді. Ол кезде енді институт жақсы, бір жылдай саны көбеге. Мен айттым, енді әрі кетсе 100-дің әр бер жағында дедім. Өмекең үндеген жоқ. Біз ойнап күліп кәдімгі тарастық. Таңертең жұмысқа сағат 10-дарға асықпай келсем, хатшы жүгіріп келіп, Ерден аға сағат 9-дан бастап Өмірзақ аға келді, кабинетінде отыр, сізге кірейін деген ойы бар деді. Жарайды деп қабылдадым бірден. Өмекең боп-бос келіп отырды. Бір кесе шай ішті. Ерден, кеше айтқан ойың өте дұрыс, жөнді. Мен көп ойландым. Шында да наурызда бүкіл институт бір адам қалмай, ақсақалдар, жастар, қанша адам болса да үйіме қонаққа келсін деді. Бірақ 2 шартым бар дейді Өмекең. Бірінші шартым,
ақша жинаушы болмаңдар, көмектесудің керегі жоқ, бәрін өзім көтерем, ешқандай мәселе жоқ. Екінші шартым, ұлттық киім киіп келсін, ән күйлерін дайындап келсін. Мен Өмеке қойыңыз, біздікі жай қалжың деп сөйтіп әңгімені бастасам, Өмекең жоқ. Мен шешім қабылдадым деді, сөйтіп кетті. Содан кейін апта сайын телефон соғады, ерден дайындық жасап жатырмын, жағдайым бәрі келіп жатыр. Осы наурызда 20-ларында үйге келесіңдер деді. Сосын бүкіл институт Өмекеңнің үйіне бардық та, біздің институтта бір жақсы бір дәстүр пайда болды. Жыл сайын бүкіл ұжым 100 адам, тағы да қосымша қонақтар қосылады, Өмекеңнің үйіне барамыз, театрландырған қойылым жасайды жастар, ән күй айтылады, таңертеңнен кешке дейін, және ең кереметі адам бәрі сыйып кетеді. Өйткені Өмекеңнің көңілі кең, жағдайы жақсы. Сондай көрдіңіз ба? Сондай Өмекеңнің бір бізге көрсеткен бір үлкен сабақтары. Адам қандай болу керек, қазақ қандай болу керек. Қандай жақсы естеліктер, рахмет Ерден аға. Ағаның қызы туралы айтқан. Соны тыңдап алсақ, экранға назар аударайық. Балаға сүйсіну, баланың қылығына сүйсіну деген ғажайып өненің барлығын көрсетті Алла Тағала. Қызым келді дүниеде. Ұлымнан, ұлдарымнан да қызымның бөлек мынау отырылды қызым Ләзиза Өмірзақ қызы деген. Ол енді қыздың жөні бөлек, екі ұлым қызғанатын, сен қызыңды жақсы көресің. Шында да қызды керемет мәпеле өсірдім. Ағаның басынан құс ұшырмай мәпелеп өсірген қызы Ләзиза апай, ағаның әке ретіндегі орны қандай еді? Сіздің жүрегіңізде қандай естеліктер сақталды? Кішкентай кезімнен осы ойлап қарасам, қазір енді кеткеннен кейін көп нәрсе естеріңе түседі. Бұл әкем тәрбиеге өте көп көңіл бөлген. Үлкен ағам туылғанда папам 22 жаста ғана тұғын. Мен туылғанда үшінші бала 29-да. Қазір қарасаң, ол қазіргі 29-дағы жастар өте жас болып көрінеді. Түрлі емес, өздерінің жүріс тұрысы да. Ал бірақ сол кезде кеңес одағы кезі қазақша ертегілер жоқ, қазақша әндер, қазақша бағдарламалар балаларға арналған мүлде жоқ. Сосын ол не істейді? Үшеумізге де ән шығарды. Өлеңімен өзі домбырамен тартатын, соны бізге айтқызатын, үйретті де. Сосын әр мейрам сайын, әсіресе жаңа жылда әкемнің қарындасы Балапан апам, соның 3 қызы бар, бәріміз кішкентай кезден үйге жиналып, жаңа жылды тойлайтынбыз. Біз анау «В лесу родилась елочканы» айтпайтынбыз ол кезде, бірақ папам өзі жасыл шапаны бар, мұрт сақал неден ақ мақтадан қойып алады, киінетті, келетті, домбырасын алады да, жаңағы домбырасын шертеді, біз сол әндерімізді айтатынбыз. Мен туралы бір «Ақ қоян» деген әнді айтқан, ол бір кішкене ертегі сияқты, бірақ қайырмасында «Аяқ қоян, ақ қоян, бізге біткен бақ қоян, жақсылыққа жақ қоян, жамандыққа жоқ қоян» деп еркелетіп отырып тәрбиелеген, иә, сізді? Еркелетіп тәрбиелеген, өте еркелеткен, өте мысалы түсі суық, мынау сұсы бар деп айтады ғой қазақтар. Сондай болғанмен ішкі дүниесі өте нәзік болатын. Бірақ сол ішкі дүниесін адам онша сездірмейтін да, бірақ бір көз қырымен, мысалы мен кеңес одағында папа, папуля деп сөйтіп жүретін. Кейін өзім бұлай ойладым да, бір күні папама әкетай дебем, көзі жарқ ете қалды. Бір өзінің сондай бір несі бар. Сол көзінің жарқылдаған мен білдім, ішіне ол қандай бір керемет жылулық пайда болып, өзі өте қуанды. Содан кейін мен әкетайымды әкетай деп кеттім. Өзінің бір кабинеті бар тұғын. Өмір бойы есімде ол күндіз жұмыс бар, қонақ бар, күнде қонақ үзілмейді. Одан неше түрлі үйде тәрбие бар, ал түнімен отырып жұмыс істейтін.
түнімен жұмыс істейтін, сол да суреттер де қалды, есімде де қалды. Сол істеп отқан кезде әкемнің алдына барып бір сөз естігеннен анамнан 1000 сөз естіген артық деп ойлайтынбыз. Өйткені ол бір ауыз сөзі бітті. Жерге кіресің де одан шығу қиын болатын. Елім, жерім, тілім деп өз тілі үшін мынау майданда, тіл майдан деп өзінің кітабы бар. Сол майданда күрескен, ол отбасында да сол күресті, сол майданды жүргізді. Мен ойлаймын, әкемнің халыққа деген махаббаты және оның еңбегі ол бекер емес. Елім, халқым деген ол жай сөз емес, ол расында да өте ұлы сөздер, ұлы ұғым. Әкенің өз өлсе де көзі көргендер өлмесін дейді. Ағаның достары бар, міне. Ағаларымыз бар, апаларымыз бар. Белгілі ақын Нұрлан Оразалин ағамыз. Өмірзақ ағамен қатты сыйласқан, жақсы көрген. Сол кісі өзі бүгін хабарға келе алмады. Сол кісіні тыңдап алсақ. Экранға назар аударайық. Әбдуәли Қайдар ағамыз марқұмның төңірегінде жүретін жігіттердің ішінен маған осы Өмекеңнің бір өзін өзі ұстауы, тік жүруі, сөйлеуі, шешендігі, содан кейін кесіп пікір айтатыны маған ерекше ұнайтын. Сөйлеген кезде мінбеде бір сөзі екінші бір сөзін ешқашан қайталамайтын. Әншілігі бір өз алдына бір төбе. Басқа ғалымды қойып, мынау сөзді қойып, тек осы әнмен кетсе де, ол кісі бірталай жерге сол қазақтың әнін жеткізетін дауыс бар болатын, Алладан біткен. Бұл Өмекең туралы маған ең алғаш сыртынан пікір айтқан және сол көзқарасын қалыптастырған адамдардың біреуі Асқар Сүлейменов еді. Асекең Біржанның мына теміртасын жақсы айтатын және соны домбыраға қосылып айтатын. Мен Асеке теміртасты айтатын, сізде айтатын адам жоқ шығар деп сөйтем ғой. Ой, біздікі бер жағы ғой деп сөйтетін. Бұны айтса, Өмірзақ айтсын. Сен анау алаймақ есі көредік, тыңдамап бедің. Өмірзақ айтсын, айтпайыптың теміртасы жаттап жүріп, біз игердік, меңгердік қой деп қоятын жағы. Білімі мен білігі, ақыл парасаты қанша биік болса да, жаратылысында менмендік асып тасу жоқ, осындай бір керемет жан өмірден өтті. Ағамыз бар ғұмырын ғылымға арнады, бірақ халқы үшін еткен еңбегін ешқашан бұлдамады және халықты өзінен әрқашан биік қойды. Біз бүгінгі хабарымызда Рамазан ағамыздың Қоңыр әуен әнмен аяқтаймыз. Сәулелі сәттеріміз көп болсын. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар. Көкіректе толған арман қайда қалған, тұрлауы жоқ тірлік кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте сазың, ақ жүректі назың, қайтып мойын бұрмас, жайраңдаған жазың. Асау көңлін басыл, қайран өмір расыл, қасқа қанша өтер, жылдар түгіл ғасыр. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтың. Қоңыр әуен сазың, ақ жүректі назың, қайтып мойын бұрмас, жайраңдаған жазың. Қоңыр әуен сазың,
жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Жылдар жылжып алған сырғып өте шықтан. Қоңыр үн сазың, ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Қоңыр үн сазың, ақ жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған